Баршаңызға қайырлы кеш, қалайсыздар? Сіздермен бірге жалпы тәжірибе дәрігері Қуанбек Бақытханұлы. Біз жалпы бүгін талдайтын тақырыбымыз диарея, іш өту. Халықтың арасында ең жиі кездесетін іш өту деп аталады. Іш өту дегеніміз не? Ең біріншісі соған тоқтала кетейін. Іш өту дегеніміз 24 сағат ішінде, яғни бір күннің ішінде ішіңіз 3 немесе одан көп өтетін болса, бізде іш өту диарея деп аталады. Ол неден пайда болуы мүмкін? Ең біріншісі бізде диарея пайда болады. Ол бактериальный немесе вирусный инфекциялар кезінде. Екінші алиментарныйға не жатады дейтін болсаңыздар, оған жаңағы тамақ жасайтын адамның гигиенаны дұрыс сақтамауы, яғни қолын жумауы, немесе үй жағдайында балалардың немесе үлкен адамдардың тамақ ішер алдында немесе тамақтан кейін қолын жумай сразу тамақ ішуі осы диареяға әкелуі мүмкін. Сонымен қоса бізде тағы кездесетін жағдай ол осы кишечниктардың функциональный нарушениясы, яғни ішектердің бұзылысы нәтижесінде болуы мүмкін. Жалпы бізде қандай клиникалық белгілер болады диарея кезінде? Бізде жеңіл түрі кезінде ешқандай белгілер болмайды. Егер орташа ауыр түрі болған жағдайда мына клиникалық белгілер болады. Ең біріншісі әлсіздік болады, себебі іш өткен кезде сұйықтық көп сыртқа шығады да, соған байланысты бізде адам немесе бала әлсіреп қалады. Основной бізде ең әлсіреп қалатын ол балалар болып есептеледі, және ең жиі болатын іш өту осы бізде балаларда кездеседі. Одан кейін екінші белгі бізде ол температура болуы мүмкін. Егер вирусный немесе бактериальный инфекция болса, ол кезде температура қосылады. Үшінші белгі іштің өтуі. Төртінші белгі бізде ол терінің тұрғырының төмендеуі, яғни суыстану салдарынан тері құрғап, мысалы терісін тартып көрсеңіз, сол кезде терісі қайтадан қалпына келуі ұзақ аралыққа дейін созылып кетеді. Біз қалай көмек көрсетеміз диарея кезінде? Диарея кезінде ең біріншісі, егер емізетін кішкентай бала болса, ата-аналарына көбірек емізуін ұсынамыз. Одан кейін көп сұйықтықтар береміз. Сұйықтықтар бергенде біз құрамында электролиттер бар сұйықтықтарды ұсынамыз. Оның ішінде қазіргі кезде ең көп қолданылатын препарат бізде регидрон вио деген әртүрлі түрлері бар. Соларды біз ұсынамыз. Оны кей жағдайда ата-аналар айтып жатады, менің балам ішпей қойды деп. Оны сіз ішпей қойды деп тоқтатуға болмайды. Ол ары қарай суыстануды өршітуі мүмкін. Сол үшін егер бала ішпей қойса, одан біраз алдап, одан кейін қайтадан кішкентайдан бір шайны ложкадан ақырын азаздан берсеңіздер болады. Одан кейін егер де бактериальный вирусный инфекция болған жағдайда біз сонда антибактериальный терапия немесе противовирусный препараттар ол дәрігердің тағайындауы бойынша ұсынылады. Одан бізде жалпы осы диареяны емдеген кезде ең жиі қолданылатын осы балаларда основной бізде жоспар бойынша емделеді. Ол А, Б, В жоспары бойынша осы диареяны емдейміз. А жоспары дегеніміз бағана басында айтқанымдай ешқандай клиникалық белгілері болмайды. Ол жеңіл түрі үй жағдайында да емдеуге болады. Ал Б жоспары дегеніміз ол уже жаңағы басында айтқандай клиникалық белгілер көрінеді. Әлсіздік, терінің тұрғырының төмендеуі, немесе температура болуы, ішінің тоқтаусыз өтуі, осы белгілер болады. Бұл кезде біз міндетті түрде қолдануымыз керек жаңағы регидронды. Оны қалай есептейтін дейтін болсаңыздар, егер де балаңыз 1 жасқа дейін болса, онда 50-100 мл бересіздер 4 сағаттың ішінде. А егер де балаңыз 1 жастан асқан болса, 100-200 мл дейін берсеңіздер болады. Ал егер де уже 1 жас, 2 жастан жоғары балалар болса, немесе үлкен кісілер болса, онда 75-ті көбейтесіздер салмағына. Шыққан мөлшерді 4 сағат ішінде беріп бітіру керексіздер. Мысалға кететін болса, мысалы 10 килограмм баланың іш өтіп жатыр, қанша мөлшерлі регидрон беру керек 4 сағаттың ішінде? Ол үшін 75-ті көбейтесіздер 10-ға. Шыққанса, мысалы 750 мл сұйықтық болса, соны 4 сағат ішінде балаға беру керек болып келеді. Жалпы біз бұл жақта ескеретін жағдай, сонымен
қатар осы кезде цинк препараттарын берген өте дұрыс болып келеді. Егер балаңыз 6 айға дейін бала болса, онда 10 миллиграмм бересіздер цинкті, ал 6 айдан жоғары 1 жасқа дейінгі бала болса 20 миллиграмм, ал егер де 1 жастан 2 жастан жоғары балалар болса, немесе үлкендер болса, 10 миллиграмм килограммға есептеп цинк препаратын бересіздер. Біз жалпы алдын алу шараларын қалай жүргіземіз? Ең біріншісі, біз элементарный фактор деп басында айтқам, соны жоюымыз керек, яғни гигиенаны сақтау керек. Мысалы, тамақ жасаған уақытта қолды жуып тазалау, екінші көкөністерді, әртүрлі жеміс-жидектерді жеген кезде міндетті түрде жуу керек. Егер теңіз өнімдері немесе басқа да сырттан тамақтар алатын болсаңыздар, тоже оның сапасын тоже қараңыздар, уақытта өтіп кеткен жоқ па, сол жағын қарау керек. Сонымен қоса бізде тамақты пісірген уақытта да толық пісіруге тырысыңыздар. Егер шала піскен жағдайда тоже сізде осы диареяны шақыруы мүмкін. Диарея бізде өте ауқымды тақырып. Мен сіздерге басында керек маңызды тақырыптарды айттым. Енді оны полный патогенезі, механизмі бәрін айтатын болса, ол 2-3 видеоға дейін жасалады. Ең маңызды сіздерге білу керек осы жағдайлар. Сонымен қоса, егер де балада жиі антибиотик қолданатын болса, немесе жиі іш өту бола беретін болса, онда қосымша сіздер пробиотиктарды қолдану керексіздер. Пробиотиктарға не жатады десеңіздер, оған мысалы Линекс жатады, Нормабак, Энтерожермен, немесе Фирталь деген әртүрлі препараттар жатады. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деп ойлаймын. Лайк басып, қолдап, каналға жазылып, менімен бірге пайдалы ақпаратты біліп жүріңіздер. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар.